Әже бұл заттардың барлығын не жасаймыз? Балам, бұл қазақтың ұлттық тамағына құрт жасау үшін қажетті нәрселер. Мыналардың барлығымен бір құрт жасалына ма? Әрине балам, бұл оңайлықпен жасалынбайды. Бұл құртты түйе жасау үшін түйенің сүтінен, сиырдың сүтінен аламыз. Сүтті әуелі сауамыз, одан кейін қазанға пісіріп, сүтті айран қылып ұйытамыз. Одан кейін барып құрт жасалады. Құрт жасау үшін сүт, айран және секер керек. Айша, сен құрттың қандай түрлерін білесің? Мен құрттың ащы құрт, тәтті құрт, кепкен құрт, сосын жаңа піскен құрт. Менің әжем өте дәмді жасайды. Осы құрт асасылы заманда талай адамды аштықтан аман алып қалған балам. Иә, талай заман өтті ғой. Енді бізге құртты жасау үшін ең алдымен түйенің немесе сиырдың сүтін сауып аламыз. Оны үйге әкеліп, сүзгіден өткізіп, сүзіп, одан айран жасаймыз. Айранды ашытып, оны қалтаға құйып, өзінің бойындағы суынан ажыратамыз. Одан кейін оны үлкен қазанға құйып, астына от жағып, күнделікті үйдегі газге қайнатқаннан гөрі қара қазанға астына от жағып қайнатқан құрттың дәмі бөлек болады. Қайнатып, астын баяу отты жағып қойып, астын қырғышпен араластырып отырып, оны әбден қоюланғанша қайнатамыз. Мынандай дәрежеге жетіп қоюланғаннан кейін оның үстіне шекер саламыз. Шекер салып, тағы да оны қою етіп қайнатып, әбден құрт бойындағы суынан арылғанша әбден қасықпен былғай отырып, осындай дәрежеге жеткіземіз құртты. Содан кейін құртты қазаннан салып алып, мұздатып, оны қолымызды жуып, алақанымызға салып отырып, әртүрлі пішінге келтіреміз. Оны алақанымызға салып, осылай қысып, сықпа құрт жасауға болады. Және алақанымыздың ортасына салып, домалатып отырып, домалақ құрттар жасауға болады. Ал кәне барлығымыз бірге жасайықшы. Айша, сен де жасап өзіңді үйретші. Айша, саған біздің бүгінгі жасаған құртымыз ұнады ма? Әрине, тамаша. Бұл қазақтың нағыз ұлттық